Жаратушы иеміз о бастан-ақ барша құлшылықты ұлы даналықтарымен міндеттеген. Адамдарға қиындық келтіріп, еркіндіктерін шектеу Алланың хикметіне мүлде жат нәрсе. Құлшылықтың адам үшін пайдасы кейде өзге анық көрініп тұрса, кейде жасырын тұратыны белгілі. Пенденің жанын тазалау, жақсылыққа бойын дағдыландыру, кемшілігі мен күнәсі үшін кешірім алу, нәпсіқұмарлықтың құлдығынан азат болу, адами кемелдікке жеткізіп, иесіне жақындату құлшылықтардың негізгі даналығы дер едік. Сол секілді намаз да екі дүние жақсылығының бәрін бойына қамтыған қысқа ғана жеңіл амал. Намаз жеке адам баласына түсетін салықты емес, төлейтін айыппұл да емес. Ол иесі саған сақтауға, амандыққа қойған, күніне 5 рет келіп көріп тұратын асыл да қымбат зат секілді. Қиянат қылмасаң, саған шыншыл, аманатшыл, адал, сенімді деген асыл қасиеттердің қожайыны ретінде қарап, еңбегіңді бағалап, ақысын еселеп қайтарады. Асыл тастай қымбат құлшылықты аялап, қадіріне жету үшін оның бойындағы игіліктер мен құндылықтарды жақсы білуіміз керек. Төменде намаздың 16 пайдасын топтастырдық. Бірінші, күнәларды төгеді. Намазға ниет етіп дәрет алған адамның күнәлары төгіледі. Алланың иманды құлы дәрет алып бетін жуған кезде оның бетінен судың соңғы тамшысын көзімен көрген күнәларды түседі. Ал қолын жуған кезде сумен бірге оның қолымен ұстаған күнәлары түседі. Ал аяғын жуған кезде сумен бірге оның аяғымен барған күнәлары түседі. Осылай барлық күнәларынан арылғанша жалғасады. Күнделікті орындалған 5 уақыт намаз, әрбір жұма намазына қатысу, Рамазан сайын ұсталған ораза, осы аралықта үлкен күнәден басқа жасалған кіші күнәлардың бәрін кешірілуі себеп болады делінген хадисте. Бірде пайғамбар оған Алланың игілігіне сәлем болсын айтты. Қалай ойлайсыңдар, егер де сендердің біреулеріңнің есіктерінің алдында өзен ағып жатса, және оған күн сайын 5 уақыт жуынатын болсаңдар, бойларыңда қандай да бір кір қала ма? Адамдар: жоқ, Алла елшісі, ешбір қалмаушы еді деді. Сонда ол: бұл Алла тағала күнәларды жуатын 5 уақыт намаздың мысалы секілді деген екен. Осылайша Алла тағала намаз бен намаздың арасынан кеткен қателіктерді кешіріп отырады. Екінші, тілек тілеудің көпірі. Алла тағала Құранда: әй мүминдер, сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер, күдіксіз Алла сабыр етушілермен бірге деу арқылы қажетін сұрағысы келген адам мен Раббысы алдындағы негізгі көпірдің намаз екендігін айтқан көрсетеді. Намаз діннің тірегі, имандылардың жарық нұры және құлдың өз иесімен байланысу, жүгіну жолы. Егер адам намаз талаптарын толық ұстанып, Раббысының алдында жан-тәнімен бойсына және өзінің иесі алдында тұрғанын сезініп, сөздері мен қимыл-әрекетін саналы түрде орындап, шын беріле жалбарынатын болса, онда оның намазы оған діннің барлық қалған міндеттерін, үкімдерін орындауға міндетті түрде көмектеседі. Өйткені намаз бұзық және жазғырылатын іс-әрекеттерді тосады. Ал намаз үстіндегі Аллаға берілу, Раббысының алдында өзінің ештеңе еместігін әрі оның ұлылығын сезіне берілу адам жүрегінде Раббысының бұйырғандарын орындап, әрі оның тыйымдарын бұзбауға үндейтін бір ерекше сипатты пайда етеді. Мұсылмандарға міне осындай намаз арқылы жәрдем тілеу бұйырылған. Үшінші, береке мен ризық көзі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын, Алла тағаланың сөзін жеткізіп: ей адам, маған құлшылық етуге уақыт бөл. Мен сенің жүрегіңді байлыққа толтырып, сені кедейліктен сақтаймын. Ал егер бұны жасамасаң, жұмысыңды көбейтемін де сені кедейліктен құтқармаймын деген. Ал намаз құлшылықтың ұлылығы. Естідің бе? Алла тағала мен оның елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын ешқашан жалған айтпайды. Шын мәнінде ризық беруші ол Алла.
Ақша мен байлықты өзі қалай берсе, тура солай алып та қоя алады. Төртінші, Аллаға ең жақын болатын сәт намазда. Ибн Аббастан ол Алла елшісі пердені түргенде адамдар Әбу Бәкірдің артында сап түзеп тұр еді. Сонда пайғамбарымыз: «Әй адамдар, расында пайғамбарлықтың қуанышты хабарларынан мұсылман көретін не оған көрсетілетін игі түстен басқа қалмады. Естеріңде болсын, расында маған рүку не сәжде жасар жағдайында Құран оқуға тыйым салынды. Сондықтан рукта аса құдіретті әрі ұлы Раббыны ұлықтаңдар, ал сәждеде дұға жасауға күш салыңдар. Ол сендерге жауап қайтарылуы лайықты кез» деп айтады. Келесі хадисте құл Раббысында намаздағы сәжде уақытында ең жақын саналады. Сондықтан сәждеде дұғаны жиірек жасаңдар делінген. Бесінші, сәждемен дәрежелері көтеріледі. Алла Тағала сәжде жасаған құлының дәрежесін көтеріп, күнәсін кешіреді. Сондай-ақ адам баласы сәждеде рух ләззатын артығырақ алмақ. Сәжде жасаған маңдай тозақ отына харам етілген. Алла Тағала Құранда елшісіне ергендерді бұлай деп сипаттайды: оларды рукух жасаған, намазы иілген, сәжде еткен, Алладан кеңшілік әрі ризалық іздеген түрде көресің. Олардың жүздерінде сәжделерінің ізінің дерегі бар. Иә, маңдайында сәжде ізі болған адам қандай бақытты. Рәбия ибн Хағаб әл-Аслами, оған Алла разы болсын, жеткізуде: ардақты пайғамбарымызға, Алла оған разы болсын, дәрет суын жеткізіп беріп, басқа да қолғабыстар жасайтынмын. Бір күні: тілегің болса маған айт деді. Сізге жәннатты жақын болғым келеді дедім. Ол: осыны ғана сұрайсың ба деді. Мен тек осыны ғана қалайтынымды айттым. Сонда Алла елшісі оған: Алланың игілігіне сәлем болсын, онда өзің үшін көп сәжде жасап маған көмектес деді. Иманыңды өлшейді. Алтыншы, намаз адам иманының дәрежесін көрсеткіші. Әркім исламнан өз үлесін алады, және бұл үлес намаз дәрежесімен өлшенеді. Адам өзінің дініне деген махаббатын білгісі келсе, жүрегінің намазға деген сезімін тексеру қажет. Ал ислам ғұламалары Алланың алдындағы қадіріңді білгің келсе, мына дүниеде не істетіп қойғанына қара деген. Иманның әлсіздігі я күштілігі және Алланы, ақыретті немесе дүниені көп ойлайтындығымыз намазға деген қарым-қатынаспен анықталады. Жетінші, жәннаттан үй сыйлайды. Адамның құлшылық үшін жаратылғанын білеміз, ал намаз құлшылықтың ең үлкені. Бір намаздың бойында еселенген сауаптар бар. Кімде-кім құптан намазын мешітте жамағатпен оқыса, ол түннің жарымын намазбен өткізгендей болады. Және кімде-кім таң намазын жамағатпен оқыса, түнді түгел намазбен өткізгендей болады. Жамағатпен оқылған намаз жалғыз оқылған намаздан 27 есе артық. Сахих хадистер таң намазы мен құптан намазының сауабын білсеңдер, мешітке еңбектеп болса да келер едіңдер. Таң намазындағы 2 рәкат бүкіл дүние мен оның ішіндегі барлық жақсылықтан артық делінеді. Ал кім парыз намаздармен бөлек 12 рәкат намаз оқитын болса, оған жәннаттан 1 үй соғылады. 8-ші, діннің тірегі. Киіз үй ұғымы көпшілікке жақсы таныс. Сол киіз үйдің шаңырағын көтеру үшін уық деген құрал қойылады. Уық алынып тасталған жағдайда шаңырақ бірден құлайды. Намаз да дәл осындай діннің тірегі. Намаз етсе дінім ойран болды деп беріңіз. Тіректің нымығым болғандығына не жетсін. Намазсыз адам теңізге қайықсыз тасталғанмен бірдей. Бір күнде 50 намаздың сауабын жеңесің. Намаз құдіреттің бұйрығы, құлшылықтың ұлығы, амалдардың абзалы, өзге құлшылықтардың барлығы да. Жәбірейіл періште оған Алланың сәлемі болсын,
арқылы жер бетінде бұйырылса, намаз аспан әлемінде періштенің қатысуынсыз парыз етілген ғибадат. О баста Мұхаммед пайғамбардың, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, үмбетіне 50 рәкат намаз парыз етіледі. Адамдардың қиысынуына уайымдаған Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, бірнеше рет Алла тағаланың алдына барып азайтуын өтінгенде, намаз 5 уақытқа қысқартылып, балиғат жасына толған әрбір адамға парыз етілді. Алайда Алланың кеңшілігі 5 уақыт намаз үшін 50 бас намаздың сауабы берілетін болады. 10-шы намаз нұр. Тазалық тәннің жартысы. Альхамдулиллахи деген сөз таразыны толтырады. Субханаллахи вальхамдулиллахи деген сөз көк пен жердің арасын толтырады. Намаз нұр. Садаға дәлел. Сабыр жарғырау. Ал Құран сен үшін жарты жақтаушы не қаралаушы дәлел. Барлық адамдар таңертең үйлерінен жандарын жақсылыққа не қапасқа сату үшін шығады. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хабарда пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, шын мәнінде менің үмбетім қиямет күні есеп беруге шақырылады. Ал олардың жүздері, қолдары және аяқтарына дәреттің ізі қалып жарқырап тұрады деген. Сонда Абу Хурайра сөзін жалғап, осы нұрды көбейту кімнің шамасы келсе солай жасасын деді. Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен тағы бір хадисте, менің сүйікті досым мүминнің жәннаттағы әшекейі нұры, оны дәрет алғандағы су жеткен жеріне дейін болады дегенін естідім дейді. Басқа хадисте керісінше намаз оқымаған буынсыз бір сүйекке айналып, Алланың алдында сәжде жасай алмайды және азапталады делінген. 10-ші пайғамбардың сүйіктісі. Дүниеде әрбір адамның белгілі бір нәрсеге деген ерекше қызығушылығы, айрықша жақсы көретіні болады. Бір-біріміз шоколадты ұнатсақ, екіншіміз жан-жануарды, үшіншіміз сәбилермен сөйлескеннен ләззат алуымыз мүмкін. Адамдардың абзалы болған Мұхаммед пайғамбар, Алланың игілігімен сәлем болсын, бұл дүниеде дүниені жақсы көрген екен. Өзгелерге өмірде жолаушыдай болып жүруді өсиет еткен және өзі де ең жақсы сапарды бастан өткерген жанның дүниелік қызығушылығымен кімде-кім қызық болар. Ендеше назар аударыңыз. Ахмадтан және Насаиден жеткен хадисте, сендердің дүниелеріңнен маған 3 нәрсе сүйкімді етілді. Хош иісті сулар, жақсы әйел, әсіресе намаз көзімнің қарашығындай болды делінген. Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлем болсын, сүюдің бір сипаты ол сүйгенді сүю екендігі тағы бар. 12-ші жанның рахаты. Сарқырап аққан судағы құмырсқа құрғаққа шыққанда қандай халде болса, намазбен қауышып Раббысының тыныштығын тапқан пенде сондай күйде болады. Иман күшейгенде намазға тұрып бойы жібіп, Алланың ұлықтығын танып, тіліңізбен Құранды оқып, маңдайға сәждесін қойып, я Раббым деп сырыңызды шерткендегі рахатқа жететін нәрсе жоқ. Сол кезде бойдағы барша ойым өздігіне жоғала бастайды. Сондықтан да Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, я Біләл, біздің жанымызды рахаттандыр дейтін болған. Ал ең абзал буын өкілдері болған сахабалар намаз біткенде қимастықпен жылайды екен. Ақыретте намаз жоқ. Мұны білген сахабалардың көздеріне жас төгіліп, уа Раббым, о дүниеде бір адамға намаз оқу мүмкіндігі берсең, сол мен болайыншы деп дұға жасайтын. 13-ші шығынға ұшыраудан құтқарады. Қасиетті хадистердің бірінде адамның амалдарынан ең алғаш сұралатыны намаз. Егер де намазы толық болса, онда ол жетістікке жеткен болып саналады. Ал егер де толық болмаса, онда ол анық шығынға ұшырауы болады. Делінсе, келесі бір нұсқада, шын мәнінде ұлы қиямет күні мұсылман қолының сұралатын ең бірінші нәрсесі намаз. Өзіне айқын бола тұра, құдіретті ұлы Алла тағала өз періштелеріне қолымның намазы толық еместігін қарап көріңдерші дейді. Егер де толық болса, онда толық деп жазылады. Ал егер
кемістігі бар болса, онда Алла құлымның қосымша оқыған намаздары бар мекен, байқап қараңдар деп айтады. Егер де оның оқыған қосымша намаздары бар болса, Алла тағала парыз етілген намаздарды қосымша намаздармен толықтырыңдар деп бұйырады. Осыдан кейін басқа істер үшін де осылай есеп айырысу жүргізіледі деп айтылады. 14-ші шүкіршіліктің көрінісі. Айша оған Алла разы болсын былай дейді: әдетте пайғамбар, Алланың игілігіне сәлем болсын, түнгі намазды ұзақ оқығанды соншалықты аяқтары жарылып кететін. Бірде мен одан: я Алла елшісі, сен неліктен сонша құлшылық етесің? Сенің өткен әрі алдағы күнәларыңның бәрін Алла кешпеп пе еді? Дедім. Ол маған: мен Аллаға ризашылығын білдіретін құл болуым керек емес пе? Деп жауап берді. Осылайша адамзаттың ең абзал тұлғасы, ниетті ең түзу адам пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, түнімен тіпті аяғы ісіп кеткенше намаз оқитын еді. 15-ші арсыздық пен жамандықты тәрбиелейді. Намаз өміріңнің ағымен өзгертіп, өмір салтыңды дұрыстайды. Құран аяттары бұл туралы былай дейді: анығында намаз жек көрінішті бұзық істерден және қайтарылған нәрселерден тыяды. Адам баласы аса ұлы Алланы ықыласпен еске алып, намазын берілген түрде ұдайы және өз уақытында мұқият орындаса, онда жүрек тазарып, иман күшейеді, әрі адам күнәлардан алыс болады. Адам намазда аса ұлы Алланы жанымен, тілімен және денесімен еске алады. Ал бұл өте ұлы еске алу. Сондай-ақ Алла тағала намаз оқушыларды былай деп мақтайды: шын мәнде адам баласы сабырсыз жаратылған. Басына бір ауыртпашылығы түссе тым шыдамсыз, ал оған жақсылық ендегі өте сараң. Тек намаз оқушылары мұндай емес. Сол үшін де намаз оқиық кел бірге. Жүректе қуаныш, ұялап ләззат пен тыныштық орнаған. 16-шы тәннің шипасы. Ислам ғұламалары намаздың тән және жан саулығына таңғалықтай әсері бар. Сондай-ақ күш-қуатты сақтап, зиянды әсерлерден сақтайды. Ауру немесе қиын проблемаларға тап болған екі адамды салыстырып қарайтын болсаңыз, намаз оқып жүрген адамның ауыртпалығы әрдайым төмен болады. Намаз оқушының соңғы нәтижесі міндетті түрде жақсы болмақ деген Бұхари мен Муслим келтіретін хадисте былай делінген: ұйқы алдында шайтан әрбіріңізден желкеңізге 3 түйін түйеді де сенің алдыңда ұзақ түн осылай ұйықтай бер дейді. Егер адам оянып Алланы есіне алса, бірінші түйін шешіледі. Дәрет алғанда екінші түйін шешіледі. Намаз оқи бастағанда үшінші түйін шешіледі. Және адам күнді сергек қарсы алады. Егер мұны жасамайтын болса, күнді нашар көңіл-күймен және жалқаулықпен қарсы алады деген. Таяуда Иордания кардиологтарының ассоциациясы күнделікті таңғы намаз жүрек ауруының алдын алып, астеросклероздан сақтайды деген тұжырым айтты. Иордания дәрігерлерінің айтуы бойынша, жүрек пен қан тамырлары ауруларының бас себебі тым ұзақ ұйқы. 8 сағаттан артық ұйқы болып табылады. Ұйқы кезінде адам жүрегі минутына 50 соғысқа дейін азайтылып көрінеді. Қалыпты жағдайда 60-70-де соғады. Ал жүрек соғысының баяуы өз кезегінде қан айналымды қиындатып, қан тамырларының бітелуіне, жүрек бұлшықетінің әлсіреуіне әкеп соғады. Нәтижесінде инсульт пен инфаркт пайда болады. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін ұйқы уақытының аралығында үзіліс жасап тұрған жөн. 4 сағаттың ұйқыдан соң тым болмаса 15 минут оянып, қандай да бір қозғалыстар жасаған дұрыс. Ал оны қамтамасыз ететін таңғы намаз. Сондай-ақ сәжде жасаудың бастағаны қан айналымының әрбір қимылдың буындарға, көзге, ас қорытуға оң әсерін тигізетіні анық. Күніне 22 рәкат намаз оқыған адам әр рәкатта 4 қимыл жасайды. Бұл сөзсіз тән саулығына жақсы әсерін тигізбей қоймайды. Бауырым, сен әуелі өз-өзіңді
айнытпай тануды ойласаң, екі дүниеде бақытты болуды ойласаң, өзіңді болмашы судан көркем етіп жаратқан Тәңірінің разылығын алуды ойласаң, қартайған шақта төсектен қарғып тұрып, жастармен жарыса шабуды ойласаң, онда намаз оқы. Адамзат көріп білмеген ауруды ойласаң, 70 хор қызын алуды ойласаң, ақыры болмайтын ақырет жұртында жас болып мәңгі қалуды ойласаң, біліп білмей жасаған күннен арылып, дертіңе шипа табуды ойласаң, онда сен намаз оқы. Өмірден басқа мән іздеп лағуды ойласаң, Алла емес адамдарға жауды ойласаң, нәпсіңді ғана қанағаттандырып, жаныңды күтіп бағуды ойласаң, шыңғыруға толы шаңыраудан отта шыңғырылып мәңгі жануды